Ислам біреу, бірақ исламның өзі практичный дін ғой. Құранды оқыған адам біледі. Алла бүкіл жерде дейді. Сендер үшін жараттым дейді. Сендер үшін аспаннан түсірдім. Сендер үшін жерден шығардым. Сендер үшін. Бүкіл нәрсе адам үшін. Дін де адам үшін. Дін қай уақытта келді? Адамдар бозылып, азғындықтың шекарасына жетіп, тіпті шекарасынан шығып кеткен уақытында келді. Дін адамдарды жөндеп түзету үшін. Дін адамдардың өміріне қолайлы болу үшін келген. Әлбетте оның негізгі принциптері бар. Біз шекаралардан шығып кете алмаймыз. Шариғаттың мақсаты деген нәрсе бар. Сол кезде шариғаттың мақсатына қарай адамның жағдайына қарап төселінген дін ғой. Өзбекстан болсын, Турция болсын, Тәжікстан болсын, бірақ әр қайсы, әр ұлт өзінің тілін сақтап қалып отыр. Діннің тілі араб тілі болса да, әр ұлт өзінің тілін сақтап қалып отыр. Әр ұлт өзінің дәстүрін сақтап қалып отыр. Дәстүрлі ислам деген термин демек қате емес. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тіркеліп сөйлеп жүрген әрбір ұстаз, әрбір имам, ол негізі патриот. Біреу ғылыми форматта сөйлейтін ұстаздарымыз бар. Қарапайым халықтың деңгейінде түсіп сөйлейтін азаматтарымыз, әрқайсысы өзінің елі үшін, жері үшін жан пида деп тұратын азаматтар. Ішінде толыққанды араб тілін арабтардан да жақсы меңгеріп тұрса да, қазақилықпен жеткізіп жатқандар да қаншама.